Studio қосымшасына басамыз. Алдымен аккаунтты тіркеу керек, одан кейін Projects дегенді басамыз. Плюсты басамыз, одан кейін Image, All Photos. Күнтізбені таңдаймыз. Күнтізбеміз ашылған соң, жоғары оң жақтағы галочканы басамыз. Төменгі сол жақтағы Image дегенді басып, фонды таңдаймыз. Мына шаршыны басқан соң, оң жақтағы батырманы басып тұрып, фонды төменге қарай тартамыз. Екі саусақтың көмегімен фонды керегінше ұлғайтамыз. Әр әрекет жасалған соң галочканы басуды ұмытпаңыз. Қайтадан Image'ге кіріп, баланың суретін таңдаймыз. Фонды тек қосымшаның ақылы түрінде ала аласыз. Басқаша фонсыз фотоны қою жолы менің YouTube каналымда көрсетілген. Баланың фотосын ортаға қарай тартамыз. Екі саусақтың көмегімен қажетті жерге үлкейтіп орналастырамыз. Қайтадан Image батырмасын басып, каналда берілген стикерді таңдаймыз. Галочканы басамыз. Төмендегі текст дегенді басып, баланың есімін жазамыз. Галочканы басып, тексті қажетті жерге орналастырамыз. Текст таңдалып тұрған кезде Color дегенді басып, түсін өзгертеміз. Түсін таңдап болған соң галочкаға басамыз. Суретті сақтау үшін жоғарыдағы стрелканы таңдап, Save деген батырманы басамыз. Сурет бірден галереяға түседі. Суреттің сапасы жақсы сақталады. Шрифт енгізу үшін тексті таңдап, сол жақтағы стрелканы басамыз. Uploaded дегенге өтіп, Add Fonts дегенді басамыз. Қажетті шрифтті таңдаған соң, жүктелгенін күтесіз, OKге басасыз. Қосымшадан шығып, оған қайтадан кірген кезде, сіздің жасалған жұмысыңыз Projects деген жерде сақтаулы тұрады. Келесі жолы дәл осы күнтізбеге тапсырыс келетін болса, сіз тек қана аты мен фотосын өзгерте саласыз. Берілген ақпарат пайдалы болса, YouTube каналыма тіркеліңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Көп рахмет.